Армысыздар, қадірменді көрермендер. Еңбекші ауылдық мәдениет және кітапхана қызметкерлерінің ұйымдастыруымен мемлекеттік рәміздердің 30 жылдығына арналған ел рәміздері, ел рухы тақырыбындағы ақпараттық сағатты назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы конституциялық заң 2007 жылы 4 маусымда қабылданды. Осы заңға сәйкес жыл сайын 4 маусым Қазақстан Республикасында мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді. Мемлекеттік рәміздер бұл кез келген мемлекеттің егемендігі мен біртұтастығын бейнелейтін оның ажырағысыз атрибуттарының бірі. Қазақстан Республикасында мемлекеттік ту, мемлекеттік елтаңба және мемлекеттік гимн мемлекеттік рәміздер болып табылады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті мата. Тудың сабының тұсында ұлттық өрнек тік жолақ түрінде нақышталған. Күн оның шұғыласы, қыран және ұлттық өрнек бейнесі алтын түстес. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туының авторы Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Шәкен Ниязбек.